Сәлеметсіздер ме балалар? Біз сіздермен дүние жүзі тарихы сабағын бастаймыз. Біздің сабағымыздың тақырыбы неліктен ежелгі өркениеттер өзен алқаптарында дамыды. Сабағымыздың мақсаты ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттау. Біз сіздермен бүгінгі сабақта табиғаттың адам еңбегіне қалай ықпал ететінін анықтаймыз. Өзен алқабы өркениетінің пайда болу себептерін анықтаймыз. Өзен алқабы өркениетіндегі егіншілік, қолөнер мен сауданың ерекшеліктерін сипаттауды үйренетін боламыз. Сіздерге бүгінгі сабақта қажет болатын негізгі терминдерді түсініп, дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Өркениет, мемлекет, жазу, ақша мен алғашқы техникалық өнертабыстар пайда болған қоғамның белгілі бір даму дәрежесі. Ирригация, күрделі суару жүйелері, жерді қолдан суландыру, егістік жерлерді өзен, көл және жер асты сулармен суландыру. Балалар, біз алдыңғы тарауда дүние жүзі тарихының алғашқы кезеңін, алғашқы адамдардың қарапайым өмірі туралы өткен болатынбыз. Ол кезеңде адамзаттың үңгірлерде өмір сүріп, аңшылық пен терімшілікті кәсіп еткен алғашқы қауымдық құрылыс кезеңін бастан кешіп жатқан еді. Дегенмен, бірте-бірте адамдардың табиғатқа тәуелділігі азайып, адамның санасы мен тәжірибесі жетіліп, ақырындап даму жолын бастан өткерді. Ежелгі замандарда шаруашылығы, құрылысы мен мәдениеті жағынан басқа аймақтардан ерекшеленіп тұратын бірнеше аймақтар пайда болды. Оларды ең алғашқы өркениет ошақтары деп атады. Балалар, ең алғашқы өркениет ошақтары қай жерлерде қалыптасқанын білу үшін картаға назар аударайық. Адамзат тарихындағы ең алғашқы өркениеттер алдыңғы Азияда, солтүстік Африкада, Қытай мен Үндістанда қалыптасты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Неліктен алғашқы өркениеттер осы аймақтарда қалыптасты? Балалар, бұл сұрақтың жауабы осы аймақтарда әлемдегі ең ірі өзен алқаптарының орналасуымен байланысты еді. Олар солтүстік Африкадан Ніл өзені, Азияда Тигр және Ефрат, Қытайда Янцзы және Хуанхэ, Үндістанда Үнді және Ганг өзендері болатын. Осылайша, ұлы өзен өркениеттерінің негізінде ежелгі Египет, Қос өзен, Үнді және Қытай өркениеттері пайда болды. Ежелгі адамдар ірі өзен алқаптарына көптеп қоныстануға тырысатын. Неліктен деп ойлайсыздар? Ең алдымен мына сызбаға назар аударайық. Адам баласының өмір сүруі үшін ең маңызды қандай қажеттіліктер қажет? Яғни бізге өмір сүруімізге ең алдымен қандай нәрселер қажет? Дұрыс айтасыңдар. Су, тамақ, киімдер, баспана, бұлар біздің өмірімізге өте қажет заттар. Ірі өзендердің бойында адам өміріне қажетті заттарды табуға өте қолайлы болды. Ол жерде жануарлар мен өсімдіктер дүниесі өте көп болатын. Адамдар өзен бойларында мекендеу арқылы таза ауыз судың қажеттілігін шешті. Терімшілік пен аңшылықты біртіндеп ысырып, егіншілікті дамытуға, сол арқылы азық-түлік қорын жинап, сауданы дамытуға мүмкіндік алды. Шаруашылықтың бірлесіп жүргізілуі қалалардың пайда болуына, ал кейін мемлекеттердің пайда болуына септігін тигізді. Балалар, біз өркениет туралы түсінігімізді одан ары арттыру үшін келесі тапсырмаға назар аударайық. Мына жерде берілген тұжырымдардың қайсысы өркениетке дейінгі кезеңді, қайсысы өркениет кезеңін сипаттайтынын анықтаңыздар. Берілген ұяшықтағы сөздерді екі топқа бөліп жазамыз. Тапсырманы орындап болсақ, назарымызды экранға бұрайық. Өркениетке дейінгі кезеңде адамдар оқу мен жазуды білмеді. Ал өркениет кезеңінде жазу жүйесі пайда болды. Адамдар аң аулап,
тамырлар мен жеміс жидектерді жинап күн көрді. Өркениет кезеңінде мал шаруашылығы мен егіншілік азық-түліктің негізгі көзі болды. Ежелгі адамдардың азығы әркелкі болды. Өркениет кезеңінде адамдар өздері өсірген дақылдарды және үй жануарының етін азық ретінде қолданды. Өркениетке дейін адамдар рулық қауымда өмір сүрді, олардың барлығы бір-біріне тәуелді болды. Өркениет кезеңінде халық санының артуына байланысты қалалар, күшті әскер басшылары бар мемлекеттер пайда болды. Өркениетке дейін адамдар үңгірлерді, жыраларды уақытша паналады. Ал өркениет кезеңінде адамдар үй, қора-қопсы салуды үйренді. Арнайы қоймаларда астық сақтай білді. Балалар, осы тапсырманы қорытындылай отырып біз нені түсіндік? Жануарларды қолға үйретіп, мал шаруашылығын дамыту, егін шаруашылығын дамыту өркениет кезеңінің негізгі көрсеткіштері. Өркениеттің негізгі белгілері сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сонымен ежелгі өркениеттер Тигр және Ефрат, Ніл, Хуанхэ және Янцзы, Үнді және Ганг өзендерінің ресурстарының негізінде пайда болды. Адамдар өзен бойында сонау ерте замандардан мекен ете бастады. Отырықшы өмір кешуді үйренді. Елді мекендер мен қалалар сала бастады. Міне сол қалалар олардың біршама жетілген, дамыған жағдайын көрсетті. Ал қалалар болса өркениеттің маңызды белгісі еді. Месопотамияның ең ірі қалалары Киш, Урук, Ур, Лагаш болған. Кейіннен мемлекеттер мен үлкен империялар пайда бола бастады. Бұл ежелгі халықтардың өзара араласуына мүмкіндік берді. Қолбасшылардың соғыстан тапқан әскери олжаны молырақ иемденуі адамдардың бай және кедей болып бөлінуіне алып келді. Осылай мүліктік және қоғамдық теңсіздік пайда болды. Қоғамдық үдерістің дамуы, яғни оның төменгі сатыдан жоғарыға өтуі адамдардың табанды еңбегі арқылы ғана жүреді. Балалар, экранда берілген суреттер негізінде ежелгі қос өзеннің шаруашылығы туралы өз пікірлеріңізді әлеуметтік желідегі топта талқылап көріңіздер. Тарихтағы ең ежелгі өркениет Месопотамияда қалыптасты. Себебі Тигр және Ефрат өзендерінің алқаптары өте құнарлы болатын. Солтүстік аймақтарда қыста қалың қар жауатын. Оңтүстікте көктем мен күз айларында жауын-шашын мол болды. Өзендердің тасуы жылдың түрлі мезгілдерінде болып тұратын. Біздің заманымызға дейінгі 8-ші мыңжылдықта Месопотамия халқы егіншілікпен айналыса бастады. Өзендердің тасуынан кейін батпақтар пайда болатын. Батпақтарды су басқан жерлерді құрғату үшін мыстан жасалған еңбек құралдарының көмегімен арықтар қазды. Су қоймасын суға толтыру үшін өзен бойларында тоғандар мен бөгеттер салынды. Қоймадағы суды құрғақшылық мезгілінде егін алқаптарын суаруға пайдаланды. Мұндай күрделі суару жүйелерін біз ирригация деп атайтынбыз. Осындай күрделі суару жүйелері жауын-шашын сирек жауған кезеңдерде өзен алқаптарынан алыс жатқан жерлердегі су тапшылығын жоюға мүмкіндік берді. Бұл да сол кезеңде адамдардың шаруашылық саласындағы білімі мен тәжірибесінің жетіліп, табиғатқа тәуелділіктен арыла бастағандығын көрсетеді. Арықтар мен тоғандарды жасау үшін бүкіл қауым болып бірлесіп, күш жұмсауы қажет еді. Алған білімдерімізді бекіту мақсатында келесі оқу тапсырмаларын орындайық. Картада белгіленген өркениет атауын анықтаңыз. Жарайсыңдар. Бұл Хуанхэ және Янцзы өзендерінің аңғарындағы ежелгі Қытай өркениеті. Келесі тапсырма өзен алқаптарындағы ежелгі өркениеттер кестесін толтырыңыздар. Жарайсыңдар. Бұл ежелгі Қытай өркениеті, ежелгі Үндістан, ежелгі Египет
және Месопотамия. Балалар, естеріңізде болсын, ежелгі Египет және Месопотамия осы өркениеттердің ішіндегі ең алғашқы өркениеттер болып табылады. Келесі тапсырма: ежелгі өркениеттердің бірін таңдай отырып, өркениеттің болғандығын дәлелдейтін деректерді келтіріңіз. Өркениет атауын жазамыз. Сол өркениет шеңберінде өмір сүрген мемлекеттерді жазамыз. Мемлекеттерде шығарылған заңдарға сипаттама береміз. Шаруашылығы мен құрылысына сипаттама жасаймыз. Балалар, сіздерге келесі тапсырманы зерттеу жұмысы ретінде жалғастыруды ұсынамын. Берілген суреттер негізінде ежелгі қосөзендіктер және қазіргі замандағы тоғандар мен бөгеттердің қандай болғандығын салыстырыңыз. Қазіргі заманда тоғандарды қандай мақсатта тұрғызатынын сипаттаңыздар. Зерттеу жұмысын жалғастыру үшін келесі әдебиеттерді пайдалануды ұсынамын. Біз бүгінгі сабағымыздың барысында ежелгі өркениеттердің шаруашылығын сипаттауды, ежелгі өркениеттердің өзен бойында қалыптасу себептерін анықтауды, өркениеттердің қалыптасуымен байланысты адам тұрмысындағы өзгерістерді анықтауды және ежелгі мемлекеттердің суландыру жүйесінің рөлін сипаттауды меңгердік. Олай болса балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.